осы журналды шығаратын бас редактор мынау мен Меруерт Әйтенова. Қазақстан Республикасы журналистер одағы мүшесімін. Қайраткер қыз, спикер, бас редактор. Өте бір тамаша журнал енді бұл. Мына Күшира Күлденбай өткенде осы журнал берген құрмет иесі медалін алған, мінекей кеудесіне таққан. Ол бізде бүкіл ТМД-ның алдында беделі бар Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университетінде өтті. Мінекей мына жерде Күшира Күлденбай мінекей жарқырап. Осы журналдың кітабы. Тарихта қалған нағыз қайраткер қыздарды естелікке, тарихқа, мына кейін 50-100 жылдан кейін ұрпағымыз іздейді ғой. Қай жерден іздейді? Сол кезде айтады, мынау Күшира Күлденбай деген бір әйел болған, ана болған, әйелдерді емдеген, ұлттың саулығы үшін қызмет жасаған дегенде қайдан табады? Бұнда ешкім жоқ. Сол кезде айтады ұрпақ, қызыл кітап бізде дейді. Қызыл кітап қайда деп іздеген кезде, мынау мемлекеттің кәдімгі мұрағатында сақталады. Солай құжатталған кітап. Сондықтан да Күшира сенің еңбегің зор. Ертең ана 100 жыл, 200 жылдан кейін ұрпақ іздеген кезде сен де бір тарихта қалатын қыз боласың. Алла бұйырса. Сондықтан мына біз енді қолына қалам ұстаған жазушылар, журналистер осындай тарихты жасап жатырмыз ғой. Өйткені біз өмір сүре береміз. Кешіміз батады, жағдайымыз жасайды, қарнымыз тояды, киімді киеміз. Ал өмірден өткен кезде бізде тарихта кім қалады? Сондықтан да біз алдымыздағы 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл тарихымызды жасап тұстауымыз керек. Қазір жасауымыз керек. 15 жылдан кейін не болатын бір Алла біледі. Қайдан білесің не болатын? 15 жылдан кейін басқа әлем болады. Сосын ұрпағың қайдан іздейді, сен қайдан көреді? Сондықтан да мына Күшира, сен енді еңбегің зор. Еңбегің зор. Қаншама қазақтың қыздарына жұмыс беріп жатсың. Қазақтың қыздарын былай ысырып тастап өзбекпен қырғызға кетіп қаласың. Халықаралық деңгейде қазақтың қызы. Қандай тамаша. Бәріміз де бір мұсылманның балаларымыз, бәріміз шығыстың қыздарымыз. Қырғыз демей, қазақ демей, ұйғыр демей, мына тәуелсіз мемлекет өкілдері ғой бұлар. Сондықтан да бір-бірімізге мына әйел ана ретінде қол ұшын беріп, демеп, бір-бірімізге білім үйретіп, ілім үйретіп, сүйреп жүрсек, кәсіп жасауымызға мүмкіндік берсек, қандай ғанибет. Тамаша. Жалпы әлемнің әйелдері аман болсын. Әйел деген пысық, еті тірі, білімді, сондай бір жанкешті. Мен арқылы іздесеңдер қанша пайыз болса бар ғой, әлем өзгереді. Әуелі Алла, екінші әйелдің осы білімінің, иманның арқасында. Сондықтан да саған рахмет. Рахмет. Сізге рахмет. Қолдаған бар.